бөлімнің жалғасы. Бірінші бөлімнің жалғасы. Анамның түнде жасайтын істеріне құлағым үйренгендей. Уақыт өте мен тіпті сығалауды шығардым. Есікті ашып қоятын еді. Сөйтсем әлгі көңілдесі әдейілеп ашып қояды екен. Менің сығалап қарайтынымды да біледі екен. Ол азғын солай мені азғырып жүрді. Тіпті мен анамның орнында мен болғанымда деген қиялға күмп ететінмін. Солай жүргенде колледждегі оқуым басталды. Қалаға үйренісіп, жалғыз базар аралай беретінмін. Сол кезде DVD дегенде шығып, дискі сатып алу қызық еді. Сондай сәттері көзіме көзілдірік киіп, дискі сататын жерде эротикалық диск алдым. Күні бойы тіпті кейде түнде жалғыз қалатын менде ешкімнің шаруасы жоқ. Диск көрген мен сондай жаман қоза бастадым. Анамның көңілдерінің көз алдыма келтіріп, сол кісімен болып жатқандай күй кешіп, өз мүшемді қолымен сипалап, сұқ саусағымды тығып, рахат сезімді бастан өткіздім. Бәрінен де мен анам мен көңілдесін әр түн сайын аңдып, анамның көңілдесінің қақиған мүшесін көріп, есім кетті. Әбден секске ойым кеткен, мен ізіммен жүгірген өзімен жасты жігіттерді менсінбей, бар ойым әлгі анамның көңілдесімен төсекте бірге болу. Менде анам секілді ашық қысқа киімдер киіп, өзімді қуыршақтай ұстап, өзгере бастадым. Үйге келген анамның көңілдесін көзіммен тесіп жіберердей қадалап қарап, онымен сөйлесуге тырысып, көп ұзамай ол мені түсінді. Анамның бастығы болғандықтан, анамды әдейілеп іс сапарға жіберіп, менің үйде жалғыз қалатынымды білген ол, қолында тәттілері бар үйге келді. Оны көрген менде әбден ес кетті. Қуанғаным соншалықты оның мойнына асыла кеттім. Ол да мені күтіп жүргендей мойнына сүйіп, мені қоздырды. Бәрін бірден болғанын қалағанмен, асыға киімдерін шешіп жатқанда, балақай, асығыс жасама, мен сені жақсы көремін, бірақ төсектес бола алмаймын. Сен әлі 18-ге толмаған пәксің. Қазір пәктігінің айырсам, ертең проблема болады. Түсіндің ғой, я тәттім. Қазір басқа тірлікпен айналысамыз деп, белбеуін ашытып, шалбарын шешті де, қақиған мүшесін шығарып, аузыма тықты. Дискіден көрген едім бұндай сорақылықты, ал менің қалағаным бұл емес еді. Бәлкім оның мүшесін аузыма алсам, рахат сезім болар еді деп ойладым. Тұншыға жиіркеніп, оның дегенін бекер жасадым. Сол күннен соң ұшынып бір апта жаттым. Арада тағы күндер өтіп жатты. Әлгі анамның көңілдесі тағы келді. Бұл жолы мен анадағы жағдайдан соң ұшынып ауырдым. Ол нәрсе ұнамайды деп айта салдым. Ол күліп мені аймалап, анарымды сүйген сайын еріксіз қозып, өзімді ұстай алмай, мен сенімен болғым келеді деп жалынғандай боламын. Ол мені одан сайын менің мүшемді сүйіп, қолымен сипалап, әбден өзіне ынтықтырады. Солай қозып жатқанда, артыма мүшесін тығып жібергенде, менің жан айқайым шықты. Дискідегі жәлептер өтірік ыңырси береді екен. Дискі олар артқы жағымен болып жатқанда, керемет сезімге бөленіп жатқандай болатын. Мен де сондай сезім аламын деп тағы бекер қателесіппін. Ойбай-ай, керек емес, қақиған мүшеңді тарт деп айқайлап жібердім. Ол болса тәттім-ау, бастапқыда солай болады, үйреніп кетесің, қане келе ғой деп жұбатып әлек, ашуланып кеткенмен, кетші бар, мұндай секс керек емес, дәл қазір үйден кет деп қуғандай болдым. Тағы күндер өтіп жатты. Мен бәрін қойып, ізімнен жүгіріп жүрген жігітпен кездесіп, ақыры өз пәктігімді жоғалттым. Бастапқыда бәрі қызық еді. Уақыт өте ол қызық басылады екен. Ал мен одан кейін де қанша жігітпен төсектес болдым. Тіпті кейбірмен подъезд алдында, көлік ішінде болатынмын. Бәрі уақытша. Қызығы басылған соң мені мусор секілді тастап кетеді. Солай жүргенде жүкті болып түсік тастадым. Бір емес, 3 рет түсік тастадым. Арада қанша уақыт өтті. Менің тұрақты жұмысым болмады. Жұмыс жасауға тұрсам, бастығым басқасы пайдаланып кетуге дайын тұрады. Еркектерден тез жалығатын мені 2 рет тұрмыс құрып та үлгердім. Бірақ сол төсектен жалығып ажырасып кеттім. Өмірім әр еркектің астында жатып, нәпсінің жетегінде жүргенмен жамау ауру жұқтырып, ауру болдым да қалдым. Бәріне кінәлі өзім. Бірақ анамды жек көремін. Осындай жетесіз, тәрбиесіз болып өскен анамның үлесі бар. Әкемнен тыныш өмір сүрсе,
мені тәрбиелесе, қазір мен отбасы құрып, балаларым бар, немересі бар әже болар едім. Әттең кезінде әжемнің қасында тұра бергенімде, алғаш жүкті болғанымда анам алдырып тастаған. Одан кейінгі жүкті болғанда тағы анам айқайлап жүріп түсік тастауға көндірді. Үшінші рет тағы көтергенде өзім түсік тастауға мәжбүр болдым. Екінші рет тұрмыс құратын кезім еді. Алланың берген сыйына қиянат жасадым. Қазіргі таңда жасым 40-тан асқан жалғызбасты әйелмін. Осы бір өмірімді өзгелерге сабақ болсын демеймін. Тек нәпсі құмарлықты соңы үлкен өкінішпен тұратын адамдар білсе екен деп өмірімді баяндап бердім.